Бұл терең сырдың, шынайы диалогтың және рухани құндылықтардың кеңістігі. Киелі кеңістік, отбасыңмен, өзіңмен байланыс табатын сәт. Армысыз тыңдаушы, бұл киелі кеңістік бағдарламасы, микрофон алдында Дилбар Ерсайынқызы. Және бүгінгі тақырыпты тарқату үшін арнайы шақырылған қонағымыз Насығазы Болат Қайырболатұлы, Астана Gardens International School директорының кәсіби бағдар беру және университетке түсу бойынша орынбасары, профориентолог маман. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Тамаша. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Керемет. Рахмет. Өзіңізде. Рахмет. Көңіл күй тамаша, өйткені бүгін біз әр отбасыны мазалайтын тақырыпты ортаға алып шығып отырмыз. Баламның болашағына алаңдаймын. Баласының болашағына алаңдамайтын ата-ана кемде-кем. Келісесіз ғой, әрине. Өйткені әр ата-ана жүрегін толғандырып, түн ұйқысын 4 бөліп, осы балам ер жетеді, мектеп табалдырығын аяқтайды. Сол кезде қандай жолды таңдайды, қай мамандық иесі болады, ұлтына, еліне қандай қызмет етеді екен деп армандайды, осы сұрақты қояды, толғанады. Және қазір сіз сияқты мамандар осы сұрақтың шешімін табуға көмектесіп жүр. Біз қуаныштымыз. Енді өзіңіз осы салаға қалай келдіңіз? Кәсіби бағдар беру саласы, мамандығы сізді қалай баурап алды? Осы сауалдан бастайықшы. Сауалыңызға рахмет. Енді бұл сала маған өте жақын, себебі өзім мектеп бітіргенде өзім қаламаған мамандық бойынша оқуға түсіп, сол мамандықты бітіріп шықтым. Сондықтан жаңағы оқушылардың мамандық таңдаудағы кезеңі өте маңызды. Оны мен толықтай түсінемін, өз басымнан өткіздім. Жалпы ата-ана қандай кезеңнен өтеді, балада қандай кезеңнен, бұл өте маңызды кезең болғандықтан, өзіме жақын болғандықтан, өзім басымнан өткесін, соны білемін. Бірақ шыны керек, бұл салаға белгілі бір мақсатпен келмедім. Маған сол бағытты берді. Мектебіміз енді ашылғанда 1 жыл сол жерде директор болдым. Кейін директорліктен бас тарттым. Себебі маған ұнамады директорлықтың жұмысы. Сөйтіп маған осындай жұмысты ұсынды, осы бағытты. Себебі осы бағыт біздің мектебіміздің ең басты негізгі бағыттарының бірі болып саналды. Соны ұсынғанда мен қабыл алдым. Бірақ қатты бір қалап қабыл алмадым. Жалпы енді жұмыс ретінде бергесін сол бағытты қабыл алдым. Бірақ сосын өте көп іздеп, зерттеп, оқып, сол саланы зерттедім бүге-шүгесіне дейін. Соның ішінде мысалы ақш, Америка құрама штаттары осы бағыт бойынша ең дамыған мемлекет болып табылады. Осы профориентация, жалпы университетке дайындық бойынша. Сондықтан солардың тәжірибесін көптеп зерттедім. Ұлыбритания деген сияқты. Жалпы сол 2019 жылдан бастап осы бағыт бойынша жұмыс жасап келемін. Демек, осы салаға өткеннен кейін зерттей келе сіздің қызығушылығыңыз артты. Не қызық таптыңыз, не қызық көрдіңіз, несімен қажет бұл мамандар? Бұл маман, былай айтқанда, адамның мықты жақтарын, қабілеттерін ашып, соны танып, одан әрі дамытып, соған сәйкес мамандық таңдауға көмектесіп, сол мамандық қай жерде жақсы беріледі, сабақ беріледі, оқытылады, сол университеттерге дайындауға түсуге көмектеседі. Мен ойымша сонымен қызық, және сонысымен және алдыңа оқушы келгенде, мысалы өз бағыт-бағдарын білмей келген оқушыға көмектесіп, кейін нәтижесін көргенде, менің ойымша сол ең үлкен бақыт, сол ең үлкен еңбегіңнің ақысы болып саналады. Баланың саған ризашылығын көргенде, көзі жанып, белгілі бір жетістіктерге жеткенде, сен шын мәнінде жұмысыңның
жаңағы нәтижесі бар екен, қоғамға пайдаң тиіп жатқанын көзің жетеді және соған қуанып одан әрі жұмыс жасауға шабыт аласың. Бұл енді жақсы жақтарын күшті жеткіздіңіз, иә, өзіңіз де көзіңіз жанып айтып отыр, сезіп отырмыз, ұнайды демек. Бірақ Болат Қайырболатұлы, бұл бір өте жауапты іс қой. Мысалы, сіз балаға болашағын таңдауға, болашақ мамандығын таңдауға бағыт бағдар бересіз. Сол кезде бәлкім қателесіп, бұл баланы басқа жолға бұрып жібермеймін бе деген қорқыныш кішкентайда болса сәулесін түсірді ме көлеңкесін сіздің жүрегіңізге? Шыны керек, ондай қорқыныш болмады. Себебі жалпы қазір әлемде, өмірде мамандық ауыстыру бұл қалыпты жағдай. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Себебі адам өзін өмір бақи тани береді, өзінің бір қабілеттерін аша береді. Сондықтан мысалы сол мектеп кезіндегі өзіне ұнайтын бағыттары, өзінің қолынан оңай келетін сүйікті сабақтарына байланысы бар бағыттарды мысалы таңдап беруге көмектесеміз. Немесе кішкентай кезінен белгілі бір жаңағы клуб, үйірмелерге барып жүрген бағыттар бойынша көп жағдайда мамандықтарын таңдап жатады. Ал сосын өзгеру мүмкін, бірақ көп жағдайда өзгеріс сол бағыттың маңайында болады. Яғни бір кардинально жаңағы 180 градусқа өзгермейді, бірақ ондай да жағдайлар болады, және мен ойымша оған бір қалыпты жағдай сияқты қабылдау керек. Себебі адамның өмірінде әртүрлі жағдайлар болады, әртүрлі факторлар әсер етеді оның өзгеруіне, өзін тануына. Мысалы бұрын көп жағдайда ол біреудің айтуымен жүрген бала болса, жаңағы не айтсаң соны жасайтын, өзінің белгілі бір пікірі жоқ, немесе өзін тыңдай алмайтын, сол қабілеті дамымаған. Бірақ адам өсе келе, мысалы әртүрлі өмірдің кезеңдерінен өткесін, мысалы өзін көбірек тыңдай бастайды, өзін тани бастайды. Сол кезде мүлде басқа бір бағыттарға деген қызығушылығы пайда болуы мүмкін. Және ол да керемет. Тамаша. Қымбатты тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирдеміз. Бізді jjfm.kz сайтынан да көре аласыздар, YouTube арнамызға тіркеліңіздер. Дәл қазір біз профориентолог маманмен сұхбаттасып отырмыз. Насығазы Болат Қайырболатұлы, тәжірибелі маман. Болат Қайырболатұлы, мысалы, сізге ата-ана баласын алып келді дейік, иә? Осы хабарды дайындау барысында мен көп адамдармен тілдестім. Сол кезде профориентолог маманның қажетіне әлеуметтік желі болсын, ғаламторда бір тест арқылы ақ баланың қабілетін аңғаруға, байқауға, анықтауға болады деген түсінікте бар екен. Осы жайында айтсаңыз, бір тест арқылы нақты балаға кәсіптік бағдар беруге бола ма? Менің ойымша тек бір тесттің нәтижелеріне сүйеніп белгілі бір қорытынды шешім қабылдау қиын. Тесттер белгілі бір ақпаратты беру мүмкін адам туралы. Мысалы біздің мектепте өз тәжірибемізде 4 немесе 5 түрлі тесттің нәтижелерін ескереміз. Мысалы тұлғалық тест, жаңағы қандай жұмыс ортасын жақсы көреді. Одан басқа өзінің жаңағы белгілі бір бағыттарға бейімі, мысалы физика, математика, жаңағы санау, гуманитарлық деген сияқты. Сол сияқты әртүрлі тесттің түрлері бар, әртүрлі аспекттерге назар аударатын. Одан қоса біз оқушының сабақтарының бағасын қараймыз. Мысалы соңғы 3 жылда бағалары қандай болды, қандай сабақтардан бағасы жоғары. Көп жағдайда сол жаңағы сабақтар бойынша, яғни қабілеті жоғары, оңай келеді деген сөз, соны ескереміз. Оқу үлгерімі ескеріледі. Әрине, міндетті түрде. Себебі ол нақты фактілік жаңағы бір
ақпарат деректер. Көрсеткіш, Иә, көрсеткіш. өйткені ол бір күннің көрсеткіші емес қой, ол белгілі бір уақытта көрсеткіш, Иә, және ол көп жағдайда алдамайды. Мысалы, тестті тапсырғанның өзінде адам әртүрлі эмоциялық күйде болуы мүмкін, немесе тіпті сол сұрақтың өзін түсінбеуі мүмкін. Мысалы, сөздік қоры шектеулі болғасын, кейбір сөздерді, тұжырымдарды түсінбеуі мүмкін. Немесе кейбір оқушылар мән бермей сұрақтарға тез жауап беріп тастағысы келеді, аяқтап тастау үшін. Сондықтан көп факторлар әсер етеді тесттің нәтижесінің объективті болғанына. Одан бөлек мықты бір зерттеулер жоқ. Мысалы, мына тест міндетті түрде анықтайды деген адамның болашағын. Сондықтан оны көмекші құрал ретінде қолдануға болады. Оған қоса сабақтардың бағаларын, оған қоса кішкентай кезінен, мысалы, осы уақытқа дейін қандай үйірме клубтарға барды, немен қызықты, қандай жобалар жасады. Жалпы және ашық сұрақтар арқылы біздер баланы тани аламыз. Бос уақытында немен шұғылданғанды жақсы көресің, неге қызығушылығың бар, сенің сүйікті бір әншің, актер, ғалым, бір тұлғаң бар ма, жалпы неге ұмтыласың деген сияқты көп әртүрлі деректерді жан-жақты жинау арқылы, оған қоса ата-анадан сұраймыз. Сіздің байқауыңыз бойынша, мысалы, балаңыздың мықты жақтары қандай, неге қызығады, неге бейімі бар деген сияқты. Яғни осы барлық ақпаратты жинақтай келе біз анализ жасаймыз. Яғни сол кезде белгілі бір бағыттар шыға бастайды. Осы балаға келіседі ау деген. Сонда кемінде қанша уақыт кетеді бір адамды зерттеу үшін? Енді әртүрлі кейстер болады. Жобамен. Мысалы, біздер енді 9-шы сыныптан бастап баламен жеке жұмыс жасап бастаймыз. Кейбір бала мысалы дисциплинасы өте мықты болса, барлық тапсырмаларды орындап жүрсе, барлық айтқан жаңағы тапсырмаларды орындап, онда нәтиже жылдамырақ болады. Ал егер мысалы қалдырып, ерініп, өте жай болса, мысалы өзі сабақ үлгерімі төмен балалар көп жағдайда жай қозғалады. Ондай балаларда кішкене біртіндеп ашылады жаңағы нәтижелері. Кейбір балалар мысалы жаңағы анализ нәтижесінде осы бағыттар, мысалы 3 бағытты анықтадық делік. Енді осы 3 бағыт бойынша жұмысқа барып көр, жұмыс орнын көр, осы салада жұмыс жасайтын адаммен сұхбаттас, тағылымдамадан өт жазда, каникул кезінде. Немесе бір онлайн курстар болады. Осы сала бойынша жақсы толыққанды объективті мағлұмат беретін. Соның барлығын өткеннен кейін бала өзіне жаңағы ықтималдылық жоғарылайды. Мына 3 бағыттың ішінен қайсысына көбірек тоқталатын. Себебі бала осы бағыттар бойынша тәжірибе алды, ақпарат алды. Соның негізінде шешім қабылдай бастайды. Енді ол көп жағдайда мысалы 3 жыл, 2 жыл жеткілікті болып жатады. Енді ол біздің мектептің тәжірибесі. Ал егер уақыты тығыз ата-ана үшін 2-3 айда кәсіптік бағдар беруге бола ма? Менің ойымша болады. 2-3 айда мысалы егер сіз кәсіби бағдар беруші маманмен кездескеннен кейін оның барлық тапсырмаларын орындасаңыз, мысалы сіздерге айтса, мысалы архитектураға қызығатын болса, сол архитектура маманмен кездесіп, архитектурный бюроға барып, мысалы Астана Генплан, сол жердегі жұмысты көріп, жұмыс неден тұрады, жазда тағылымдамадан өтіп, онлайн курстар өтіп, содан кейін бала айта алады, бұл шын мәнінде менің бағытым деп, сонда ықтималдылық жоғарылайды, шатаспаудан. Тамаша. Қымбатты тыңдаушы, біз тікелей эфирдеміз, қазір музыкалық үзіліс жасайық. Дәл осы эфир, егер сіз де ата-ана есебінде балаңыздың болашағына алаңдап отырсаңыз, өте маңызды ақпараттар айтылып жатыр, және балаңыз 9-шы, 10-шы, 11-шы жоғары сынып оқушысы болса, міндетті түрде тыңдаңыз. Дәл қазір ән тыңдайық, әннен кейін эфирге қайта ораламыз.
Әр шаңырақ бір әлем. Ал ол әлемнің өзегі, мейірім мен сенім, киелі кеңістік, отбасылық руханиятқа арналған сырлы сағат. Қымбатты тыңдаушы, 101.4 толқыны JJFM-ге жаңа ғана қосылсаңыз, бұл киелі кеңістік бағдарламасы. Бүгін біз баламның болашағына алаңдаймын деген тақырыпты алып шығып отырмыз. Егер сіздің балаңыз жоғары сыныптарда оқыса, дәл қазір өмірде өзінің ең маңызды жолын таңдайтын тұста тұрса, және сіз де сол үшін уайымдап жүрсеңіз, осы эфирді тыңдаңыз. Біздің спикеріміз Насығазы Болат Қайырболатұлы, профориентолог маман, және университетке түсу бойынша бағыт бағдарды беріп жүрген білікті кәсіби маманымызбен тілдесіп отырмыз. Болат Қайырболатұлы, өзіңіз жаңа музыкалық пауза кезінде айтып қалдыңыз. Негізі ата-анаңыз ең алғашқы мамандығыңыз таңдағанда өздері кәсіптік бағдарды берді, бірақ ол мамандық сізге ұнамады, және радиода отыруыңыз да тегін емес екенсіз. Өзіңіз айтсаңыз, бірінші мамандығыңыз бойынша сіз радиоэлектроника. Иә, керемет. Енді осы толқындарды сезініп отырған шығарсыз. Қазір әдемі сұхбатты әрі қарай жалғастырайық. Қаншалықты ата-ана баланың сөзіне құлақ асу керек? Кей кезде бала өзін бір салаға қабілеттімін деп ойлайды және сіздің алдыңызға барады. Сіз маман ретінде жан-жақты барлық құрал саймандарыңызды пайдаланып, ойыңызды қорыта келе, ол бала қателескенін түсінесіз. Осындай сәттер болды ма? Және қаншалықты біз баланың сөзіне, баланың арманына құлақ асуымыз керек? Не болмаса, ата-ананың қателескен тұсы болды ма? Мысалы, мен түсінем, менің баламның қолынан мына шаруа жақсы келеді дейді, бірақ сіздің кәсіби көзқарасыңыз мүлдем өзгеше болып шығады. Енді менің ойымша, егер оқушы белгілі бір салаға қызығушылық танытса, бірден оған мысалы кесіп тастамай, жоқ, ол сенің бағытың емес демей, сол бағыт бойынша белгілі бір онлайн курстар болады, сол мамандықты ашатын. Немесе тағылымдамадан өтсе, сол кезде бала өзі бір түсінікке келеді, қорытындыға келеді. Мұны егер ұнаса мақұлданады, егер ұнамаса, онда өзі түсініп жатады. Мынау мен ойлағандай, мысалы, көп жағдайда енді оқушылар әлеуметтік желіден алады ғой ақпаратты. Ал ол жерде біз көбінесе тек позитивті жағын көреміз. Кез келген нәрсенің жақсы жақтарын. Мысалы, қиын жақтарын, ауыр жақтарын көрсете бермейді. Сондықтан оқушы өзі соны көріп, біліп, естіп, қолмен жасап, өзі сол қорытындыға келсе, сол пайдалырақ болады. Сол кезде мысалы ата-ана мен оқушы арасында жаңағы түсініспеушілік болмайды. Қайта ата-анасының қолдауына риза болады. Мысалы, осылай басымды жаңағы тартпай, осы бағытты көр, байқа, сосын ақылдасайық, талқылайық деп жаңағы мүмкіндік бергеніне. Демек, баланың қанатын кеспеу керек, арманына құлақ асу керек. Бірден шорт кесіп жоқ, ол сенің қолынан келмейді деп айтуға болмайды мүлде, Иә, және әрине балаға да толық бір қалай айтсам болады, еркіндік те беруге болмайды. Мысалы, не істесең де өзің біл деген сияқты. Енді ол кәмелет жасқа келмегесін. Оның үстіне адамның мысалы себеп салдарға жауап беретін мидың бөлімі 25 жасқа дейін толық жетіледі. Осы орайда балаға әрдайым бағыт-бағдар, бір жүйелі қолдау болу керек. Белгілі бір деңгейде еркіндікті де беру керек. Сонымен қатар жүйелеп отыру керек. Жақсы, мынаны таңдадың, енді осы бағыт бойынша мысалы дамайық деген сияқты. Бірге ізденейік. Бірге ізденейік, талқылайық, сұра, ұялма деп. Мысалы, ата-ана өзі жауап бере алмаса да, өзінің таныстары бар, достары бар, мектепке барса да, кейбірде осындай мамандардың көмегіне жүгінсе болады, мектепте болмаса да. Интернеттен де ізденіп, мысалы, кішігірім ақпарат
оқып өзі де хабардар бола алады мысалы. Сондықтан иә. Қазіргі альфа ұрпақ бізден өзгеше деп жатамыз, айтамыз. Шынымен сіз сол оқушылардың ортасында жүрсіз, күнде байланыстасыз. Несімен ерекше? Кейде буын бір-бірін түсінбей жататын кездері болады. Бір үйде 3 буын өмір сүреді. Атасы, әжесі, ата-анасы және қазіргі ұрпақ. 3 көзқарас түйіскен кезде кейде бір ортадан шықпай қалады. Шыны керек, мен бір қатты ерекшелікті байқамадым. Мүмкін олар әлеуметтік желіде көп отыратын шығар, мысалы. Олар адамды қатты сезуі мүмкін, мысалы. Сезімтал келеді. Иә, өте сезімтал болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайда менің ойымша кез келген адаммен бір деңгейде қарым-қатынас орнатса, кез келген адам ашық талқылауға, жалпы бөлісуге. Мысалы, мен 8-7 сыныптан бастап жұмыс жасай бастаймын. Кейбір оқушылар болады, өздері сұрап келеді, мысалы. Сондай кезде де, мысалы, ешқандай бір қиындық туындамайды оқушылармен сөйлескенде. Ең бастысы, олармен бір тең дәрежеде, мысалы, сұрап, көмек беріп, бағыттап деген сияқты. Шынайы адам өзінің мейірімін төгіп отырса, демек, ол балалармен де тіл табысуға болады. Иә, бала да ұмтылады, әрдайым келіп тұрады сізге. Өздерінің жетістіктерімен айтып, немесе өздерінің уайымдап жүрген сұрақтарын айтып деген сияқты. Мен ойымша, иә. Уайымдап жүрген сұрақтар демекші, Болат Қайырболатұлы. Кейбір ата-аналар балам жасөспірім шаққа жеткенде мүлдем сөйлеспей қойды. Тек өзінің достарымен ғана тілдескісі келеді. Ата-анасына мүлдем ішіндегі сырын айтпайды деп мамандарға жүгініп жатады. Оған не себеп деп ойлайсыз? Менің ойымша, бұл баламен жеткілікті деңгейде уақыт өткізбеу деп ойлаймын. Мысалы, менің ойымша, баланың қызығушылықтарын қолдап, бірге уақыт өткізсе, қызығатын нәрселерін мысалы, бағалап, иә, мынау қайдағы жоққа неге қызығасын, қарама, немесе бүйтпе, сөйтпе деп көп тыйым болса, балада бөліскісі келмейді өзінің қызығушылығы. Беті қайтып қалады. Иә, беті қайтып қалады, көңілі суып кетеді, суып кетеді деген сияқты. Өзінің қызығушылығына да. Иә, сондықтан баламен, мысалы, бірге тамақтанып, мүмкін телефонды үйде қолданбау деген сияқты бір ережелерді ұстанса, мысалы, ата-ана да, бала да бірге кітап оқып, бірге бос уақыттарын өткізіп, яғни енді әрдайым бірге болу мүмкін емес, бірақ мысалы белгілі бір уақыт өткізу керек. Иә, белгілі бір уақытта, мысалы, демалыс күндері міндетті түрде уақыт өткізіп, бір жерге барып деген сияқты. Сонда бала да ашық болады, ұялмайды, қорықпайды, ата-анасына жақындап, өзінің бір уайымдап жүрген сұрақтарымен, нәрселермен бөлісуге деген сияқты. Яғни оны қалыптастыру керек. Қалыптастыру керек, иә. Кейде баламыз 11 бітіргенде ғана есімізге балапанның ер жетіп қалғаны түсіп, бірден ата-ана абдырауы мүмкін. Оған дейін не рухани тұрғыда, не материалдық тұрғыда дайын емес, бала 11 бітірді, ендігі мақсат тек грантты алу. Өйткені мемлекет беріп отырған қаржыға бала оқыса, жақсы, әйтеуір отбасымыздың шығыны болмайды деген сияқты. Не болмаса бізге ауыртпалық түспейді дейтін ата-аналар да бар, шыны керек. Осы тұрғыда не айтасыз? Мына ұбт-ны өмірдегі бір ең маңызды оқиға деп, кей кезде баланы қолдаймыз деп отырып қиянат жасайтын кездеріміз болады. Өзінің ет жақын адамдары ата-анасы, иә, мысалы. Осы туралы айтайықшы, қазір бізді тыңдап отырған ата-аналар болса ойлансын. Енді мүмкіндігінше ерте бастау керек бұл сұрақ туралы ойлануды. Мысалы, ертерек ақша жинап, бұл қаржы сауаттылығы. Себебі әрдайым жаңағы риск бар, бала грантқа түспеуі мүмкін. Сол жағдайда не істейміз деген
адамда план Б болу керек. Сол жағдайда мысалы ақылы оқытатын болса, қазір жаңағы төлемақысы қанша, соған кішкентай кезінен бастап мысалы ақша жинаса, арнайы тіпті есеп шоттар ашуға болады. Баланың жаңағы әртүрлі мына Жилстройсбербанкта бар, отбасы банкта бар, қазір енді отбасы банк деп аталады, арнайы шоттар осының баланың болашақта оқуына байланысты. Сосын болашақта мүмкін грант өте аз болуы мүмкін. Бұл грант алмау ықтималдылығын одан сайын жоғарлатады. Сосын баланың грантқа түсу жаңағы мүмкіндіктерін жоғарлату үшін сабағына мән беру керек. Мысалы, қаншалықты жақсы оқып жүр. Егер төмендеп кетсе, оны біліп, жаңағы мектепке ата-аналар жиналысына қалдырмай барып жүру керек. Сынып жетекшісімен байланыста болу керек. Жалпы мектеппен бір серіктестік қарым-қатынас құру керек. Біздің ортақ жаңағы жобамыз, баламыз, сіздермен байланыстамыз. Қандай көмек керек болса, қолдау керек болса, сіз сұрақтар болса, мен байланыстамын. Келу керек болса, айтыңыз деген сияқты әрдайым сондай бір көмек келуге адам дайын болу керек. Жанашыр болып, 100% мысалы мектепке беріп қоюға болмайды. Себебі ол жақта бала көп. Ал ата-анада бала біреу. Сондықтан ата-анада көбірек уақыт бар, ресурс бар, және баланы ата-ана жақсы біледі басқа адамнан гөрі. Осы орайда мысалы ент жақындағанда курстарға жазып, ент курстарына жазып, оның байқау тесттерінің нәтижелерін сұрап, шамамен грантқа түсетін балл жинап жатыр ма, жинамай жатыр ма, жинамаған жағдайда мысалы қай жерде грант жаңағы ақылы оқимыз, университеттерге барып, ашық күндеріне қатысып, қандай мамандықтар бар, қандай бағдарламалар бар, қандай мүмкіндіктер бар. Мысалы гранттың да түрлері бар жолы алудың. Ентадан басқа мысалы көп университеттер 11-ші сынып оқушыларына оқу жылында әртүрлі жарыстар ұйымдастырады. Әртүрлі бағыттар бойынша. Мысалы Астана IT университеті программалау немесе IT сауаттылық бойынша олимпиадалар ұйымдастырады. Соның жүлдегерлері сол университетте грант оқуға мүмкіндігін алады. Немесе тағы сол сияқты университеттер көп ұйымдастырады жарыстар. Мысалы ент-ні тапсырмай-ақ бала сондай грантқа қол жеткізе алады. Ол белгілі бір стресстің төмендеуіне алып келеді. Одан басқа арнайы платформалар бар. Мысалы Edusер деген. Ол жерде өткен жылы қандай мамандыққа қандай грантпен түсті, қандай балмен түсті. Соны мысалы 4 бағдарламаны 4 университетті таңдаған жағдайда со баланың алған ент нәтижелеріне, ОБТ нәтижелеріне сәйкес таңдау жасау. Өткен жылғы гранттардың нәтижелеріне сәйкес. Яғни даладан алмай, немесе ойына келген университет, ойына келген бағдарламаны алмай, кәдімгі өткен жылғы нәтижелерге сүйеніп, анализ нәтижесінде егер дұрыстап стратегия жаңағы құрса, онда осының барлығы баланың грантқа түсу ықтималдығын қатты жоғарлатады. Демек, сіздің айтқандарыңыздан түйгеніміз, ата-ана жауапкершілікті мойнына алу керек баласы үшін, баласымен бірге, тек мектепке жүктемей бұл жауапкершілікті, және ізденісте болу керек үнемі. Сосын мысалы енді заңдық тұрғыдан қарағанда да ата-ана балаға ең бірінші жауап беретін адам. Екіншіден, балаға көп ақпарат айтылуы мүмкін, ақыл кеңестер мектепте. Бірақ кейбір балалар болады, оған құлақ аспауы мүмкін, немесе ауырып қалуы мүмкін, мектепке келмей қалуы мүмкін. Әртүрлі факторлар болады баланың мысалы белгілі бір құнды ақпаратты өткізіп алуына. Сондықтан ата-ана ретінде соның барлығын қадағалап жүру керек. Енді Болат Қайырболатұлы, мамандық таңдауда нені ескеру керек? Осы туралы айтайықшы. Мамандық таңдауда енді бұл менің ойымша
мысалы отбасының мүмкіндіктеріне байланысты болуы мүмкін. Егер отбасында мысалы қаржы жағынан қиындықтар болса, әрине бала өзінің бағытына жақын мамандықтарды таңдау керек, әрине. Және соған сәйкес мысалы қай жерде грант бөлінді. Егер мысалы грант маңызды болса, отбасының бюджеті жаңа қарастырылмаса, соған назар аудару керек. Мысалы өзінің мамандығы тіпті басқа облыста, басқа қалада болса, мысалы мүмкін сол жерде оқып, бірақ өзінің таңдаған мамандығы бойынша оқиды. Кейбір отбасылар болады, оларда мысалы жағдай бар, ақылы оқытуға. Ондай кезде менің ойымша бала өзіне көбірек, балада жаңа қалай айтсам болады, таңдау еркінді көбірек болады. Мысалы Қазақстанда оқиын ба, шетелде оқиын ба, жаңа өз еркі мысалы. Сондықтан бірақ ең бастысы әрине адам өзінің қабілетіне қарап, қолынан не оңай келеді, қандай істермен шұғылданғанда аса қатты қиналмайды. Және ең бастысы ұнайтын, содан бір ләззат алатын бағыттарды қарастыру керек. Және сонымен қатар еңбек нарығындағы жағдайды да ескеру керек. Мысалы қазіргі уақытта айтып кететін болсақ, мысалы қоршаған ортаға байланысты мамандықтар өте маңызды болып табылады. Мысалы соңғы жаңағы World Economic Forum деген үлкен мекеме бар. Соның нәтижелеріне сәйкес, тек есімде осы бағыт қалған екен, басқа да бағыттар бар. Мысалы AI мен жұмыс жасай білу деген сияқты, жасанды интеллект. Сонымен қатар мысалы қоршаған орта, environmental science деп аталады. Сол бағыт бойынша көп адамдар керек болады. Егер баланың сол сұраныстағы бағыттар бойынша қызығушылықтары сәйкес болса, ірі жақсы мысалы. Бірақ менің ойымша кез келген адам өз мамандығын сүйіп жасаса, әрдайым жаңағы дамуда болса, ол жұмыссыз ешқашан қалмайды. Және ескеретін жайт, жыл сайын мысалы қандай өзгерістер болып жатыр, сол өзгерістерден хабардар болып отыру керек. Мысалы қазір жасанды интеллект біздің өміріміздің әрбір аспектілеріне кіріп жатса, сол жасанды интеллектпен қалай жұмыс жасау керек, промпт қалай жазу керек, әртүрлі инструменттермен қалай қолдануға болады өзіміздің кәсіби бағытымыз бойынша. Соны адам әрдайым жаңа нәрселерді үйреніп, көштен қалмау керек. Көштен қалмаса, онда ешқашан бір қиындық аса болмайды. Жаңағы жақсы айттыңыз. Мысалы, егер отбасының қаржылай жағдайы болмаса, баланың қабілетіне жақын мамандықты таңдауымыз керек, Тек қана грант болса болды емес, баланың қызығушылығына бір табан болса да жақын болғаны дұрыс деп қалдыңыз, Себебі кейбір балалар өзінің ұнамаған бағыты бойынша грантқа түскеннің өзінде, бұл олардың оқу үлгеріміне, кейін мектеп емес, университеттен бағдарламасынан шығып кетуіне қатты әсер етеді. Осы жағдайда мысалы ешкімге де жақсы емес бұл мәселе. Ата-анаға да, балаға да деген сияқты. Бірақ әрине кейбір оқушылар болады, өзі ұнамаса да әйтеуір соңына дейін бітіріп шығатын. Сондықтан енді әртүрлі балалар болады ғой. Оны да ескеру керек, баламның қандай екенін. Енді ұбт мәселесі туралы айта кетейік, қысқа-нұсқа. Келесі жылы мысалы ережесі өзгеріп жатыр. Биыл 2 мүмкіндік болса, келесі жылы бірақ мүмкіндік болады деген сияқты. Соның өзінде 2 мүмкіндік болсын, қандай мүмкіндік болсын, негізі бұл бала үшін үлкен стресс. Ата-ана да қатты уайымдайды. Осы тұрғыда ұстаз ретінде, оқушылардың жанында жүрген жанашыр азамат ретінде осы кезеңде балаларымызға қалай қолдау көрсетуіміз керек? Ата-ана қандай қолдау көрсету керек, Өйткені көп жағдайда біз мектеп мұғалімдеріне, ұстаздарға, не болмаса мектеп қабырғасына сүйеніп, бірақ отбасында қолдау көрмеуі мүмкін.
сол жағын айтыңызшы. Отбасы мүшелері қандай, әсіресе ет жақын ата-аналар қандай қолдау көрсету керек? Менің ойымша ата-анада осы қандай да бір өзгерістер болса, сол жаңалықтар туралы хабардар болып жүру керек. Мысалы кейбір жағдайда бала түсінбей қалуы мүмкін. Сол кезде қосымша бағыт бағдар беріп, түсіндіріп, қолдау көрсетіп деген сияқты. Және өте маңызды жаңағы психологиялық ахуал, отбасындағы көмек, яғни бала кез келген жағдайда ата-анасына мысалы келіп өзінің проблемаларымен бөлісе алатындай деңгейде болу керек. Мысалы білмеген нәрселерін сұрап деген сияқты. Одан басқа қазір көп ата-аналар мен оқушылар елімізде мемлекеттік, жергілікті ұлттық университеттерден басқа шетелдің мықты университеттерінің өкілдіктері, кампустары ашылып жатқаны көбі біле бермейді. Мысалы нақты енді санын білмеймін, бірақ жаңағы 20-дан астам немесе 30-дан астам әртүрлі шетелдік үздік университеттердің өкілдіктері еліміздің әртүрлі облыстарында ашылып жатыр. Мысалы сол туралы хабардар болып, сол университеттерді де ескеріп жүру керек жаңағы оқуға тапсырғанда. Енді мысалы қазіргі уақытта олар ЕНТ-ға қоса, ОБТ нәтижелеріне қоса, IELTS деген ағылшын деңгейін анықтайтын тест нәтижелерін де талап етеді. Мысалы грантқа түсу ықтималдығын жоғарылату үшін балаңызды қосымша ағылшын тіліне беріп, жалпы деңгейін көтеріп, кейін IELTS дайындық курстарына беріп, IELTS-ті тапсырса, онда бала тек мысалы мемлекеттік университеттерден басқа қосымша шетелдің университеттердің кампустарына грантқа бере алады өтініштерін. Яғни солай баланың одан да жаңағы мүмкіндіктерін біздер көбейте аламыз грантқа түсу. Керемет. Өзіңіз де болашақ стипендиантысыз. Ұлыбританияның ең үздік 10 университетінің бірін тәмамдадыңыз, иә? Кім сізге қолдау көрсетті, бағыт бағдар берді? Бұл таңдауға қалай қол жеткіздіңіз? Енді мен жалпы болашақ туралы өзім Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқып жүргенде 4-ші курста ойлана бастадым. Кейін Оралға барып Жаһанша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжде оқып жүргенде 2-ші жылында жаңағы әлеуметтік желіден, Фейсбуктан өзімнің сол Алматыда араласқан бір досымның Манчестердегі суреттерін жүктеген көріп таң қалдым. Сонда сұрадым, сен қайда жүрсің деп. Енді көрдім, енді Манчестер екен, қалай бардың деген сияқты. Сонда айтты, болашақпен түстім деп, оқуға түстім деп. Менің ойымша сол маған өте қатты әсер етті. Яғни өзімнің бірге аралас-құралас болып жүрген танысымның шетелге оқуға түскені маған қатты бір мотивация, сенімділік берді. Яғни мен сияқты адам оқуға түсті. Яғни мен де түсе аламын. Себебі оған дейін көп жағдайда мен ойлайтынмын, бір байдың балалары немесе бір өте ақылды бір генийлар түсетін шығар болашақпен деп ойлап жүрген, бір қол жете алмайтын мүмкіндік деп. Бірақ сол жаңағы күні өзімде бір қатты бір өзіме сенімділік пайда болды да, бірден болашақ стипендиясының веб-сайтына кіріп, барлық талаптарды оқып, құжаттарды қашан қабылдайды соны зерттеп дайындала бастадым. Сол жылы жаңағы болашақ облыс орталықтарында брифингтер ұйымдастыра бастады. Яғни осындай стипендия бар, барлығына қол жетімді деген сияқты кездесулер. Сол брифингқа мен де барып, одан сайын өзіме деген сенімділік артты. Сөйтіп, жарты жылдан кейін болашақ стипендиясының иегері атандым. Сөйтіп 2013 жылдан бастап оқи бастадым Англияда. Керемет. Қазір енді 3 тілді жетік білесіз. Тамаша. Дәл осы нотада хабарымызды аяқтайық, және өзіңізде қанаттанып
айткан сыяктуу казыр тыңдап отурган тыңдаушыларыбыздын арасында балким осы шет эл университеттерине түсүүдү армандайтын, не болмаса типти армандамаган да ойламаган, бирок сиздин сөзүңүздөн кийин шынымен мен де шет элдин керемет мыкты үздүк университеттеринен билим ала алады экенмин ғой дейтиндей серпин алуу үчүн адеми бир мотивациялык сөздөрүңүз менен аяктасаңыз, кез келген адам, сиз кабарды негизи жакшы баштадыңыз. Мамандык таңдаудан да коркпоо керек. Және казыркы убакытта, казыркы адеми биз өмүр сүрүп отурган заманда мамандык ауыстыруудан да коркпообуз керек деген. Сол оюңузду да айтууңузга болот. Рахмет. Енді айтарым, мен мисалы болашақпен оқығанда тек облыс орталықтарынан емес, сонымен қатар ауылдардан немесе район орталықтарынан оқуға түскен талай мықты қазақтар болды. Олар бір ерекше дарын иесі болмады. Өзіміз сияқты қарапайым мектепте оқыған адамдар болды. Мысалы магистратураға түскен кейбір таныстарым бар, мектепте кезінде 3-ке оқыған, бірақ кейін университетте мысалы жақсы оқыған деген сияқты. Сондықтан ешқандай шектеу жоқ. Адамның тек егер әрекет жасасаңыз, сіздің мысалы шетелде оқу, әсіресе Қазақстан үкіметінің болашақ деген керемет стипендиясын қолданбау менің ойымша бұл үлкен, қалай айтсам болады, ақымақтық, иә. Себебі басқа елдерде ондай стипендия өте аз. Оған қоса болашақ стипендиясына түсу салыстырмалы түрде жеңіл. Мысалы сіз халықаралық стипендияларға тапсыратын болсаңыз, сіз басқа мемлекеттің шын мәнінде ішінде ақылды, дарынды балалармен де жарысасыз. Ал Қазақстаннан болғандықтан сіз болашаққа тек қазақстандықтармен жарысасыз. Оған қоса стипендияның саны өте көп. Мысалы 10 стипендия емес деген сияқты. Оған қоса мемлекет мындай мүмкіндікті беріп отырғанда, менің ойымша міндетті түрде тапсыру керек. Және менің таныстарым болды, бірінші тапсырғаннан өтпеді, екінші тапсырғаннан өтпеді, үшінші тапсырғаннан өткен таныстарым болды. Сондықтан қолыңызды жаңағы түсірмей, мойымай әрекет жасасаңыз, бәрі де болады, дайындалып, бәрі де мүмкін. Тамаша. Шынымен бәрі де мүмкін. Қымбатты тыңдаушы, біз бүгін баламның болашағына алаңдаймын деген керемет тақырыпты талқыладық. Спикеріміз Астана Garden International School директорының кәсіби бағдар беру және университетке түсу бойынша орынбасары, профориентолог, болашақ стипендианты, мықты Ұлыбританияның топ 10 университетінің бірін тәмамдаған Насығазы Болат Қайырболатұлы. Сіздің ақылды, білімді, бақытты шәкірттеріңіз көп болсын. Әумин. Өз жолыңызда абыройлы болыңыз. Қаншама балаларға өмірлеріне бағыт-бағдар беріп, болашақ мамандықтарын таңдауға, айқындауға, жоғары университеттерін таңдауға жол көрсетіп жүрсіз. Осы жолда тілейтініміз сәттілік, әрине алғысқа бөленіңіз. Алғысқа бөленіңіз, және еліміздің жасампаз азаматтары көп болсын. Білім алу, оқу, іздену ешқашан кеш емес. Көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.